Тіл ең ұлы қару. Тіл ең асыл құндылық. Тіл ең керемет қатынас құралы. Оның бойында ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр. Ал тарихқа келетін болсақ, тарихты білмей, болашақты бағдарлау мүмкін емес. Өткен күн кеше тарих, келер күн ертең сыр, ал бүгінгі күн үлкен сый. Тіліп түсер білгенге тілдегенің, тілім барда мен басқа түргенемін. Тілімнің арқасы ғой әрқашанда бойыма дарыс егер білмегенім. Кіріп бір сәт тіліммен қоғам әрі, тіл арқылы тіршілік жаңарады. Расул Ғанзатов айтқандайын, тіл жоғалса ел дағы жоғалады. Қасиетті қадірлі тілім менің енді алда сүрінбегің. Жаңаша ойлау тәуелсіздік арқасында мәртебең биіктеп тұр бүгіндегі. Қымбат маған ана тілім, бал тілім, қымбат маған дана тілім, ар тілі, ақ сүтмен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілін жырлап өткен талайлар, жырлап өткен ыбырай мен абайлар, қасиеті мен ана тілімде өшпес мәңгі алаулығын арай бар. Өлең жырмен арайланса тау күліп, ардақтымды жырлап өтем ән қылып, Мағжан Қасым Мұқағали жырларын жалғастырып жаза берем мәңгілік. Благодаря прежней эпохе, ученых и поэтов и народ, за тот язык, что мне вы подарили и сохранили в самый страшный год. Благодаря мать, что мне читала и, раскрывая каждый сказки смысл, она ошибки детства исправляла. Благодаря Куприну, Тургеневу, Толстого и Чехова всегда, что мы родной язык обогащали и поддержали в трудный час мне. Родная речь, родной язык любимый, мы силу черпаем в себе во все века. Ты наша драгоценность, наша сила и роль играешь в жизни маяка. С кириллицы, начав родное слово и изучив его от А до Я, нет лучшего, чем языка родного, пока звучит родимая земля. Благодарю Мефодия Кирилла за буквы, звуки и благозвучность слов, что к языкам русскому привели огромную бескрайнюю любовь. Много языков на свете разных, выучить их все не смог бы я. Все они по-своему прекрасны, в каждом есть изюминка своя. Говорят в Париже по-французски, по-немецки говорит Берлин. Мне же дорог мой, привычный русский, для меня родной лишь он один. Мелодичный, гибкий и певучий, с детства он меня очаровал. И не зря великим и могучим нас язык Тургенев назвал. Развиваясь быстро, динамично, впитывая разные слова. Новое он все выбирал отлично, но и мудрость предков не ужила. I'm a simple English student. My dream is to learn English. I always liked to listen English music. My dream is to learn English. I dream speaking well and studying well and being understood well. My dream is to learn English. I know that it's not easy, but when we want anything, it's difficult. My dream is to learn English. Thousands of cultures are there, thousands of languages are there. To learn and to accept the best, but all will help you in success. While mother culture will be with you when you will fail. When everything will be lost, money, position, knowledge, family, society, the single treasure which will help. Which will be with you to make you live again, to respect you and to make you respected is your language and culture. Unlimited resources are present to make the communication successful without copy, but mother tongue can express the emotion is the best way which other can't.